Жалпы адамды басқару. Осы жерде қызық бір факт бар. Жалпы ер адамдар мен әйел адамдарды салыстыратын болсақ, әйел адамдарда басқару қабілеті туа біткен болады екен. Өткенде соны естіп қалдым. Яғни кез келген әйел адам ол туа біткеннен өзінің табиғатында барды, ол басқара алады да, манипуляция жасай алады, басқара алады. Ал бірақ ер адамда ол туа біткен қабілет болмайды екен. Бізге көп кәсіпкерлер адамды басқарудың несі қиын? Несі қиын? Адамды жұмсау, тапсырманы беру, үйреніп жүретін ғылым емес қой. Өзім-ақ басқарып аламын деп ойлайды. Бірақ осы жерде қателеседі. Өйткені кез келген бизнестің артында команда тұр. Бизнесті мақсатқа шығару үшін, бизнестағы оборотты үлкейту үшін сізге міндетті түрде команда керек. Енді сол команданы игере алмасаңыз, дұрыс басқара алмасаңыз, онда сіз мықты команда құра алмайсыз да. Негізінде адамды басқару ол үлкен ғылым. Ол ғылымның аты менеджмент. Кез келген ғылымның өзінің білім иесі бар да. Сол үшін кейде біз өзім білем деген өте жаман дерт негізі. Кейде бір затты үйрену үшін сол заттың маманына барып, жаңағыдай үйреніп, біраз қаражатты, біраз уақытты үнемдеп қалған әлдеқайда тиімдірек болады.